Бүкіл әлемнің саяси, мәдени, рухани, әлеуметтік және экономикалық жағдайына ықпал етіп отырған экстремизм мен терроризм 21 ғасырдың ең бір өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр. Террорлық актілерге итермелейтін қайшылықтар уақыт өткен сайын өсе түсуде, және де бір ғана аймаққа, бір ғана мемлекетке тән нәрсе болмай тұр. Әртүрлі топтар осыны пайдалану арқылы саяси экономикалық мәселелерді шешуге тырысуда. Экстремизм мен терроризмше бүгін ғана пайда болған құбылыс емес. Оның ертеден келе жатқан тарихи тамыры терең. Қазіргі лаңкестік әрекеттердің мәнін түсінуде адамзат тарихындағы діни көзқарастар мен саясаттарды ғылыми жағынан зерттеудің маңызы ерекше. Өйткені ол осы кездегі діни экстремизм мен терроризмнің саяси әлеуметтік негіздерін анықтауға жәрдемдеседі. Терроризм және экстремизм өздерінің қылмыстық мақсаттарын орындау үшін барлық объектілерді пайдаланады. Оның ішінде әлемде ең қымбат адам өмірін, оның денсаулығын және қоғамдағы күнделікті іс-қимылды жою болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Адамдар тарихында терроризм жүздеген, мыңдаған жылдар бойы орын алып келеді. Өздерінің саяси мақсатына жетудің ең жаңа түрлері мен қаруланып жасақталған қазіргі терроризмді негізгі үш топқа бөлуге болады. Біріншісі – халықаралық терроризм. Оның мемлекеттік және географиялық шекарасы жоқ. Бұндай топтар әлемнің кез келген нүктесінде қызмет ете алады. Өздерінің өкілдерін, жасақтарын қажет деп тапқан мемлекетке орналастырып, терроршылар кадрларын мұқият тексеруден өткізеді. Психологиялық дайындықтар өткізуде террористік актілерді ұйымдастырудың бай әдіс-тәсілін үйретеді. Екіншісі – саяси терроризм. Ішкі саяси терроризм ең алдымен басқарушы элитаның жүргізіп отырған ресми мемлекеттік саясатына келіспеушіліктен, соған қарсылық ретінде туады. Ішкі терроризм басқарушы биліктің әділетсіз әлеуметтік, экономикалық саясатына жауап ретінде жүзеге асырылады. Оның мақсаты өз тобының саяси, әлеуметтік, экономикалық мүдделерін іске асыру. Үшіншісі – қылмыстық терроризм. Террористер өздерінің жеке бастарының қамы үшін немесе аз ғана тұйық топтың талабы үшін террористік әрекеттерге барады. Терроризм және сепаратизм дегеніміз бар болғаны адамзаттың жасырын дертінің сыртқы көрінісі ғана екенін барынша айқын сезінуге тиіспіз. Сондай-ақ бұл дерт жеке-жеке емдеуге көнбейді. Ол барша елдер мен қауымдастықтардың ұжымдық жұмылуын қажет етеді. Ол аз болса, бұл дерт біреулерден белгілі дәрежеде құрбандықты, келесілерден ерікті ынтымақтастық пен татуластықты талап етеді. Терроризмнің қоғамға қауіпті басқа да кеселдерден ерекшелігі, оның кесірінен етенеден бейхабар, бейбіт халықтың зардап шегуі. Сондай-ақ бұл лаңды алдын ала болжау мүмкіндігінің өте аздығы. Бұл мәселені шешуге меншік нысанына қарамастан барлық ұйымдар, мемлекет, кәсіпорындар көмектесуге міндетті. Сонымен қатар руханият, шығармашылық және ғылыми интеллигенция, бұқаралық ақпараттар құралдарының позициясы да өте маңызды. Бейбітшілік және қауіпсіздік жағдайында демократиялық Қазақстанның әрі қарай өркендеуі қажетті шарты ретінде экстремизм және терроризм күресуі ғана емес, оған қоса оны алдын алуға қатысты азаматтық позициясы болып табылады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, іргеміз берік, шекарамыз мықты болсын.